Құрметті оқырмандар, көріп тұрсыздар. Интернетте хит болып жатқан экспериментті біз де жасап көрдік. Джинсы шалбарда қалып кеткен майлы дақты кетірмек болдым. Ол майлы дақтын кетіру үшін интернетте көргенімдей ас соусын молырақ салдым. Ас соусын молырақ салғаннан кейін үстіне кәдімгі бет сүртетін, қол сүртетін құрғақ салфетканы жайып өтекпен жүргізу керек екен. Ол әдісті мен де жасадым. Өтекті әрі-бері жүргізе бердім. Тіпті қыздырып қайта қостым. Өтектің максималды қыздырылуын қадағаладым. Бірақ болмады. Салфетканы алып қарасам, ас соусы сол күй тұр. Бірақ майды сіңірген сияқты. Содан не керек, ас соусы көп шығар деп оны азайтып, тағы да үстінен өтекпен өттім. Бірақ көріп тұрсыздар, майлы дақ сол күйі қалды. Соған қарағанда бұл эксперимент жай әшейін болғаны.